Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге жүрек ұстамасының, яғни инфаркттың белгілері мен себептері жайында айтатын боламын. Жүрек ұстамасы, яғни инфаркт, тәждік артериялардың біреуінің бітелуінен, жүрек бұлшықетінің қандай да бір бөлігіне қанның келуі тоқтағанда туындайды. Нәтижесінде жүрек аймағы жансызданады. Инфаркттың алғашқы белгісі кеуденің қатты ауруы және тыныстың тарылуы болып табылады. Ауру пайда болысымен адам мазасызданады, көбіне сөйлеуге шамасы келмейді, терісі бозарып, дымқылданып, салқындайды, тамырдың соғуы жиілейді, әлсізденеді және біркелкі болмайды. Инфаркттың туындауын арттыратын бірқатар белгілі қауіп факторлары бар. Олар тұқым қуалаушылық, яғни отбасында жүректің ишемиялық ауруы жағдайлары болған кезде. Темекі тарту, тіпті бұл әдет бұрын болса да. Артериялық қысымның жоғарылауы, қант диабеті, гиперлипидемия, яғни қанда май концентрацияларының жоғары болуы. Инфаркттың классикалық симптомы кеуденің ауруы. Ол өткір, қылыш кіргендей, шыдатпайтындай сипатқа ие. Ол мойынға беріліп, жаққа дейін немесе сол жақ, кейде екі жақ қолға ұласуы мүмкін. Бұл сезім стенокардияға ұқсас, бірақ демалу немесе терең тыныс алу арқылы мұны қайтару мүмкін емес. Ауру ұстамасы көбіне тыныстың тарылуымен, жүректің айнуымен, қатты терлеумен қатар жүреді. Ұстама кезінде науқастың күшті күйзеліс жағдайында болуы таңданарлық жайт емес. Ең әуелі бұл жағдайдың өлімге әкеп соқтыруы мүмкін екендігін ескерген жөн. Инфаркт алған емделушілердің шамамен 1/3 алғашқы сағат ішінде, ал жартысына жуығы жедел және созылмалы асқынулар салдарынан болатын ұстамадан кейін алғашқы айда өлімге ұшырайды. Тіпті дер кезінде медициналық жәрдем алған емделушілердің ішінде де 1/3 өлімге ұшырауы мүмкін. Инфарктты бастан өткергеннен кейін емделушінің жағдайына ұдайы бақылау жүргізіледі, өйткені сауығу үдерісі ұзақ уақыт алады. Мамандар аурудың қайталануына жол бермеу үшін инфарктке әкеп соққан барлық факторларды мұқият зерттейді. Адам инфарктты бастан кешкеннен кейін ең әуелі аурудан жеңілдеп, күйзелістен арылуы керек. Науқастардың көктамыры ішіне ауруды басатын дәрілерді енгізеді. Оларға төсектік режим тағайындалады. Олар мониторға қосылған, мұнда жүректің электрлік белсенділігі үздіксіз тіркеліп отырады. Бет маскасы арқылы оттегі беріледі. Емдеудің алғашқы минуттарында негізгі сәт жүрек бұлшықеттерінің жансыздануын барынша азайту немесе жою үшін тәждік артериялардың бітелуіне жол бермеу болып табылады. Бұл тромбоздық, фибринолитикалық дәрілік заттардың және антикоагулянттардың жәрдемімен жасалады. Инфаркт алғаннан кейін орын алатын көптеген ықтимал асқынулар бар. Солардың ішінде кең тарағандарының бірі жүрек ырғағының бұзылуы. Әсіресе жүрек ырғағының жиі жаңылуы басқа асқынулармен бірге жүреді. Инфаркттың жағымсыз зардаптарына тағы бір мысал, жүректің өз құрылысының, мысалы, жүрек қақпақшаларының немесе жүректі камераларға бөліп тұратын қабырғалардың зақымдануы. Осы жағдайдың екеуі де хирургиялық араласуды қажет етеді. Инфаркттың зардабы митральды қақпақшаның зақымдануынан пайда болады. Ол толық жабылуға қабілетсіз, бұл қанның жүрекшеге кері ағуына әкеледі, сондықтан оны протезбен, яғни жасанды құралмен алмастыру қажет. Миокард инфарктісінің алдын алу үшін қажетті жағдайлар денсаулықты және белсенді өмір салтын сақтау болып табылады. Ішімдік пен темекіні шегуден аулақ болу, теңдестірілген тамақтану, физикалық және жүйке тозуын болдырмау, қан қысымын және қан холестерин деңгейін бақылауда ұстау. Құрметті арнамның көрермендері, егер де видео сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк қойып, арнама тіркеліп, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.